Сәлеметсіз бе? Сіз Қара жәшік арнасындасыз. Бүгін біз сіздермен мемлекет басшысының сөздерін талдаймыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатау қаласына ерекше құқықтық режимі бар республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру туралы жариялады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына кезекті жолдауы барысында еліміздегі алғашқы цифрлық қала Алатау қаласын құру бойынша ауқымды жоспарларын айтты. Озық цифрлық хабты жедел дамыту және құру мақсатында президент 10 күн ішінде Алатау қаласына Қазақстан Республикасының үкіметіне тікелей бағынатын республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру туралы жарлық дайындауды тапсырды. Бұл қадам жобаның бүкіл мемлекет үшін стратегиялық маңыздылығын көрсетеді. Қаланың ерекше құқықтық мәртебесі жекелеген заңнамалық актімен бекітілетін болады. Оны әзірлеу алдағы 6 ай ішінде аяқталуы тиіс. Бұл құжат аумақтық арнайы қаржылық моделі мен құқықтық режимін, соның ішінде цифрлық технологияларды пайдалану, сауда қызметін жүргізу және цифрлық активтерді, соның ішінде криптовалюталарды төлем құралы ретінде біріктіру сияқты аспектілерді егжей-тегжейлі реттейді. Алатау Қазақстанның алғашқы цифрлық және ақылды қаласы болуға тиіс. Біз жаңа елді мекенді ғана емес, елдің цифрлық трансформациясының пилоттық жобасын құрып жатырмыз, деп атап өтті Қасым-Жомарт Тоқаев. Өршіл жобаны іске асыру халықаралық серіктестердің, оның ішінде Қытай корпорациясының қатысуымен жүзеге асырылатын болады. НИР Алматы инновациялық орталығын құру және КХР шекарасына жақын жерде экономикалық байланыстарды нығайтуға және өңірге озық технологияларды тартуға бағытталған. Жаңа мәртебе Алатау қаласына цифрлық инновацияларды енгізу және тұрғындар мен бизнес үшін барынша қолайлы қалалық ортаны құру үшін эксперименттік алаңға айналуға мүмкіндік береді. Қазақстан жасанды интеллект министрлігін құрады. Жаңа вице-премьер елдің цифрлық трансформациясына жетекшілік ететін болады. Жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында президент Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің құрылғанын жариялады. Жаңа ведомство цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің базасында құрылатын болады. Мемлекет басшысы ведомствоның болашақ басшысының жоғары мәртебесін атап өтті. Министрлікті вице-премьер деңгейіндегі маман басқаруы тиіс, деді Тоқаев. Бұл шешім мемлекеттік органдар арасындағы үйлестіруді күшейтуге және бүкіл ел көлемінде экономиканы цифрландыруға серпін беруге бағытталған. Жаңа министрліктің міндеттеріне жасанды интеллект технологияларын енгізу, платформалық экономиканы дамыту және үлкен деректермен жұмыс істеу жөніндегі ауқымды бағдарламаны іске асыру кіреді. Президент атап өткендей, Қазақстан 3 жыл ішінде толық цифрлық мемлекетке айналуы тиіс. Цифрлық трансформациясының құқықтық базасын қалыптастыру үшін Тоқаев цифрлық кодексті қабылдауды жеделдетуді тапсырды. Бұл құжат жасанды интеллект пен цифрлық активтерді қоса алғанда негізгі бағыттарды реттеуге негіз болады. Қайта индустрия шеңберінде сондай-ақ ұлттық банктің базасында мемлекеттік цифрлық активтер қоры құрылатын болады. Ал бас прокуратураның заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комитеті инвесторлардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитет болып өзгертіледі. Жекелеген министрліктің құрылуы Қазақстанның өңірлік цифрлық хаб ретінде технологиялық жаңғырту мен позицияларды нығайтуға стратегиялық бағытын растайды. Мемлекет басшысы ұлттық банк пен үкіметтен инфляцияға қарсы күресте арқан тартысты тоқтатуды талап етті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары инфляция ел экономикасы үшін басты қауіп болып қала беретінін айтып, үкімет пен ұлттық банктен іс-қимылдарды үйлестіруді күшейтуді талап етті. Мемлекет басшысы өз сөзінде инфляция Қазақстанда ерекше өткір сипатқа ие бола отырып, экономикалық өсім мен халықтың табысын жейді, деп атап өтті. Осы макроэкономикалық сиқырлы шеңберден шығу керек, деді Тоқаев. Президент үкімет пен ұлттық банк арасындағы үйлесімді жұмыс қажеттігін атап өтіп, бұл арқан тартыспен айналысатын уақыт емес, деп атап өтті. Бұл ведомстволарды бір тұтас команда ретінде әрекет етуге және қажет болған жағдайда танымал емес шешімдер қабылдауға шақырды.
Тоқаев инфляция мәселесінің әмбебап шешімі жоқ екенін, бірақ Қазақстанға жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, нақты шаралар қажет екенін атап өтті. Бағаның өсуі әлемнің көптеген елдері үшін сын тегеруін болып қала береді. Алайда Қазақстан Республикасында жағдай ерекше назар аударуды талап етеді. Бұл мәлімдеме мемлекет басшысының басқа да стратегиялық бастамалары, соның ішінде жасанды интеллект министрлігін құру және ұзақ мерзімді перспективада ел экономикасын жаңғыртуға арналған цифрлық инфрақұрылымды дамыту аясында айтылды. Мемлекет басшысы азық-түлік нарығының импортқа тәуелділігін азайтуды және ЕАЭО-да әділ жағдайларға қол жеткізуді талап етті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі азық-түлік нарығының импортқа тәуелділігін азайту және қазақстандық өндірушілерге Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде бәсекелестіктің тең жағдайларын қамтамасыз ету қажеттігін мәлімдеді. Сөз сөйлеу барысында мемлекет басшысы нарықтағы ағымдағы жағдайды ұят деп сипаттап, қазақстандық кәсіпкерлер ЕО-ның басқа елдеріндегі әріптестерімен салыстырғанда қолайсыз жағдайда екенін атап өтті. Үкімет әділ еуразиялық сауданы талап етуі тиіс деп атап өтті Тоқаев. Президент аграрлық экспортты дамытудың кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Логистикалық тізбектерді ұйымдастыру, өнімді ветеринариялық және фитосанитариялық нормаларға сәйкес келтіру, тиімді маркетингтің стратегияны әзірлеу, отандық өндірушілерді заңнамалық деңгейде қорғауға және әртүрлі мемлекеттік органдар арасындағы іс-қимылдарды үйлестіруге ерекше назар аударылатын болды. Тоқаев өнімдермен 100% өзін-өзі қамтамасыз ету мақсат болып табылмаса да, импортқа әсіресе өндірісті субсидиялаудың түрлі схемалар қолданылатын ЕО-ға қатысушы елдерге сындарлы тәуелділікті қысқарту қажет екенін атап өтті. Бұл мәлімдеме елдің экономикалық егемендігін нығайту және ұлттық агроөнеркәсіптік кешендік дамыту стратегиясының бір бөлігі болды. Мемлекет басшысы Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев контейнерлік тасымалдарды дамыту және елдің өңірлік көліктік байланысын күшейту жөніндегі арнайы бағдарламаны қабылдау қажеттігін мәлімдеді. Бұл туралы мемлекет басшысы өз сөзінде айтты. Тоқаев Қазақстан экономикасы үшін транзиттік бағыттың ерекше маңызын атап өтіп, 2024 жылы ел аумағы арқылы жүк тасымалының құны 1 миллиардқа жеткенін еске салды. Мемлекет басшысы Қытай порты арқылы Вьетнамға астықтың бірінші партиясын жіберуді, сондай-ақ Пәкістан нарығына шығу перспективасымен Ауғанстанда темір жол салу жоспарларын қоса алғанда қол жеткізілген жетістіктерді атап өтті. Жаңа нарықтарға жаңа көлік маршруттарын ашудың бұл мүмкіндіктері шектелмейді, деп қосты Тоқаев. Президент үкіметке бағытталған кешенді бағдарлама әзірлеуді тапсырды. Контейнерлік тасымалдарды дамыту, өңірлердің көлік байланысын күшейту, транзиттік жобаларды бірыңғай жүйеге интеграциялау, елдің логистикалық мүмкіндіктерін кеңейту. Президент кейбір аймақтарда және шекара бекеттерінде интернетке қол жеткізу мәселелерін атап өтті. Осыған байланысты 8 кеден бекеті жаңартылады. Сондай-ақ логистиканы дамыту жөніндегі жұмыс күшейтіледі. Сонымен қатар, заманауи жылжымалы құрамының өндірісін қамтамасыз ететін жаңа вагон жасау зауыты іске қосылды. Бұл бастама Қазақстанның өңірдегі негізгі транзиттік хаб ретінде ұстанымын нығайту және көлік бағыттарын әртараптандыру жөніндегі стратегияның бір бөлігі болып табылады. Мемлекет басшысы ақылды қалалар тұжырымдамасын барлық өңірлерге масштабтауды және жыл соңына дейін жаңа құрылыс кодексін қабылдауды талап етті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет пен жергілікті биліктің көп жылғы әрекетсіздігінен туындаған елдің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын ауыр жағдайы туралы мәлімдеді. Бұл туралы мемлекет басшысы ТКШ-ны дамытуға арналған өз сөзінде айтты. Тоқаев еліміздің барлық өңірлерінде ақылды қалалар құру тұжырымдамасын масштабтау қажеттігін атап өтті. Президент табиғи ресурстарды әсіресе суды үнемдеу мәдениетіне келетін болсақ, бізде үлкен проблемалар бар екенін мойындауымыз керек. Мемлекет басшысы тапсырма берді. ТКШ саласы үшін цифрлық платформаны әзірлеу және енгізу,
2024 жылдың соңына дейін жаңа құрылыс кодексін қабылдау, жаңа экологиялық және санитарлық гигиеналық нормаларды белгілеу, тұрғын үй құрылысы мен басқаруда жасанды интеллект енгізу, ресурстарды тұтыну мәдениеті бойынша ауқымды түсіндіру жұмыстарын өрістету. Президент ТКШ мәселелері кешенді тәсілді талап ететін және технологиялық әдістермен де, халықпен идеологиялық жұмыспен де шешілуі тиіс екенін ерекше атап өтті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласын дамыту елдің инфрақұрылымын жаңғырту бағдарламасының негізгі элементі болады. Осы роликті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ролик ұнаса, астына пікірлеріңізбен бөлісуге ұмытпаңыздар.